Ертеде үш торайы бар қарт шошқаны болыпты. Ол үш торайды тамақтандыру үшін азық жетпей қалатын. Анасы торайлары есейген соң өз бақыттарын іздеу үшін еріктеріне жібереді. Бірінші торай өте еріншек еді. Мен аз жұмыс жасап, күннің қалған бөлігінде демалғым келеді. Алыста кірпіш зауытына барғым келмейді. Деп мүлдем жұмыс істегісі келмей сабаннан үй салып алады. Ал екінші торайда еріншек болғанымен сәл көбірек еңбектенеді. Ол Менің де алыста кірпіш зауытына барғым келмейді. Ағаш сабаннан мықтырақ, сол себепті ол кез келген жағдайға төтеп бере алады. Менің көп жұмыс істегенше демалғым келеді. деп ағаштан үй салып алады. Сөйтіп олар ән айтып, билеп, кешке дейін ойын ойнады. Үшінші торай күні бойы еңбектеніп, өз үйін кірпіштен салады. Бұл пеші мен мұржасы бар әдемі үй болатын. Және бұл үй кез келген дауылға төтеп бере алатын. Келесі күні қасқыр байқаусызда үш торай өмір сүріп жатқан көшеден өтеді. Ол сабаннан жасалған үйді көріп, ескей бастады. Ішінде торай бар екенін сезеді. О, торай, бұл торай менің бүгінгі керемет түскі асым болады. Деп сілекей үйірле кетті. Ол есік тұрып, Торай, мені ішке кіргіз. деп айқайлай бастады. Жоқ, ешқашанда. Сонда қасқыр тісін қайрап былай деді. Онда мен үрлеймін. Үрлеп, үйіңді ұшырып, бұзып тастаймын. Қасқыр үрлеп үйді ұшырып жіберді. Аузын ашып бірінші торайды бар күшімен тістеп алды. Алайда торай қасқырдан қашып құтылып, екінші торайдың үйіне келіп тығылды. Қасқыр жолдың бойымен жүре бергені сол еді, ағаштан жасалған екінші үйге кезікті. Ол үйдің ішіндегі торайлардың иісін сезіп, түскі асының қандай дәмді болатынын ойлап, аузы сілекейге толды. Есік тұрып, Торайлар, мені ішке кіргізіңдер, деді. Жоқ, ешқашан кіргізбейміз. Сонда қасқыр тісін қайрап, Ал онда мен үрлеймін. Үрлеп, үйіңді ұшырып, бұзып тастаймын. қасқыр айтқан орындап, торайдың ағаш үйін бұзып тастады. Сөйтіп екі торай қасқырдың алдында қорғаусыз қалады. Қасқыр екі торайды бірден ұстаймын деп үлкен аузын ашқанымен тойымсыздығының кесірінен түскі ассыз қалды. Торайлар кішкентай аяқтарымен тезірек қаша жөнелді. Қасқыр торайлардың артынан қуып, оларды ұстай бергенде торайлар кірпіштен салынған үйге кіріп, есікті жауып үлгерді. Үш торай бір-біріне өкініштерін білдіріп, қасқырдан қорыққандарынан дірілдеп тұрды. Күні бойы ауқаттанбаған қасқыр торайларды қуып, араны ашылып кетеді. Енді кірпіш қабырғаның арғы жағындағы үш торайдың иісін сезіп, керемет ас күтіп тұрғанын түсінді. Сонда қасқыр аяқтарымен есікті тарсылдатып, Торайлар, мені ішке кіргізіңдер, деді. Жоқ, ешқашан кіргізбейміз. Оны естіген қасқыр аузын ыржитып, Онда мен үрлеп, үйлеріңді бұзып тастаймын, деді. Сөйтіп қасқыр үйге бар күшімен үрлей бастады. Әр үрледі, бір үрледі. Күші таусылып, Одан әрі үрлей алмаймын. деді. Бұл үйді бұза алмағанына қатты ашуланды. Ашуға булығып, Қазір мұржадан түсіп, үйдің ішінен сендерді жеп қоямын. деді ашкөз қасқыр. Қасқырдың айтқан естіген торайлар пештің үстіне шелекпен су құйып, астына от жаға бастады. Қасқыр төменге түскенде шелектің бетін ашып, қасқыр қайнап тұрған суға түсіп кетеді. Торай бірден жүгіріп барып, шелектің қақпағын жауып, қу қасқырдың көзін құртты.